Ассаламу алейкум қыздар. Ауызашардың 8-ші күніне арналған менюіміз дайын. Бұл менюда сіздерге ет пен картопты қамырдың ішінде дайындайтын ыстық тағамның рецептісін және де шайға тәтті ретінде пешсіз безовый печке дайындалатын муравейниктің рецептісін ұсынғалы отырмын. Көріп отырғандарыңыздай бұл тағам ерекше болып шығады. Қамырмен бірге тіпті нанның қажеті жоқ. Бисмиллахымызды айтып жұмысымызға кірісейік. Суымызға жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымыздың үстіне құямыз. Ертілген сары майымызды да қосуды ұмытпаймыз. Жақсылап араластырып, қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Бізде қамыр осындай болып шығады. Қамырды илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа тындырып қойғандарыңыз дұрыс. Бұл аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасына мен сиыр етін пайдаландым. Өздеріңіздің қолдарыңызда бар, кез келген жылқы, қой етін пайдалана берсеңіздер болады. Осылай ұсақтап, төрт бұрыштап турап алатын боламыз. Картопымызды да дәл етті тураған сияқты төрт бұрыштап ұсақтап тураймыз. Үйде сарымсақтарыңыз болса, бірнеше тізесін де ұсақтап турап қосқандарыңыз дұрыс. Дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де айта кететін нәрсе, қыздар, бір дана пиязды да төрт бұрыштап турап қосып жіберіңіздер. Мен қоспадым, себебі тамақты бастап қойғаннан кейін ғана барып, үйде пияз бітіп қалғанын байқадым. Енді тынып тұрған қамырларымызды бірін үлкен, бірін кішкентай етіп, теңде 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бұл рецептен сіздерде 3 адамға арналған тағам шығады. Егер отбасыларыңыз үлкен болса, дәл осы рецепті бірнеше еселеп дайындасаңыздар да болады. Қамырларымыздың үлкен бөлігін жақсылап жайып аламыз, тым жұқа болып кетпесін. Осылай ыдыстың ішіне орналастырып, салмасын саламыз. Ал қамырдың кішкене бөлігін әсемдік үшін пайдаланатын боламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін қамырды жақсылап жапсыруға тырысыңыздар. Бірнеше мәрте қысып, өйткені бұл қамырдың жапсырылған бөлігі пешке салған кезде төңкерілетін болады, яғни төменгі жағында болады. Егерде жапсыруларыңыз әлсіз болса, қамырдың ішіндегі сөлі сыртқа шығып кетуі мүмкін, немесе ашылып кетуі мүмкін деген сияқты. Енді пергамент немесе фольга төселген қағазымыздың үстіне салма салынған қамырларымызды орналастырамыз. Жаңа алып қалған қамырдың кішкене бөлігінен дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай оформление жасайтын боламыз. Кішкене бөлігін қақпақтың ұстайтын тұтқасы ретінде қоямыз, ал қалған бөлігін ұзынша етіп, осылай кішкене айналдырып өріп, шетіне орналастырып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған 180 градустағы пеште 50 минут 1 сағат шамасында пісіріп алатын боламыз. Ал осы аралықта шайға тәтті дайындайтын боламыз. Менде А-продукт фирмасының осындай алма печеньелері салафанға салып, оқтаумен жақсылап езгілеп алатын боламыз. Измет-шетелмен де жасасаңыздар болады, бірақ та оқтаумен жасағандарыңыз әлде қайда дұрыс. Енді үстінен ертілген сары майымызды және де варенкамызды қосамыз. Варенкаларыңыз болмаса, орнына сгущенка қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай жабысқақ масса шығуы керек. Енді өздеріңізге ыңғайлы үйлеріңізде бар осындай кішкене ыдыстарды алып, қамырымызды нығыздап орналастыратын боламыз. Әр қасықты салған сайын басып отырыңыздар. Сол кезде муравейнигіміз өте керемет болып шығатын болады. Ыдыстың ішін алдын ала майлап, немесе салафан төсеп қажет емес. Осылай кішкене ұрғыласаңыздар, бізде муравейник түсіп қалатын болады. Бетін өз қалауларыңыз бойынша үйлеріңізден табылған затпен әсемдесеңіздер болады. Әсемдемей-ақ жіберсеңіздер де сол баяғы дәм өзгермейді. Мен әсемдік үшін шоколадты және де макты пайдаландым. Осы аралықта біздің тағамымызда пісіп шықты. Тәттіміз де дайын болды. Осы 1 сағат ішінде тәттіні де тамақты да жасап үлгересіздер. Іші де толықтай піседі. Қамырымен бірге жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Менің жолдасыма өте қатты ұнады десем де болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін арнаға да тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.